Маған ұқсаған томпақ қыздар беріп отырыңыздар экранға. Қазір өзімізге ортақ бір триггерді айтамын. Менің кейбір видео, фотоларыма бір шетелдік ер адам жазыпты. Айжан, сен бұрын сондай салмағын аздау, жіңішке көрінетін едің, спортзалға бар деп жазыпты да. Менің жауабым оған, мен айттым, жұмысың болмасыншы дедім. Жұмысың болмасыншы, ол менің жұмысым. Сол қазір тағы да бірдеңелерді жазып жатыр. Негізі менің ойымша әдемі қазақтың қыздарына ешкім жетпейді негізінде. Жалпы әлем бойынша адамдар айтып жатады, көбінесе ер адамдар. Қазақтың қыздары сондай инабатты, сондай отбасыны құруға бейімделген ер адамдарды сыйлай алатын деп айтып жатады. Қазіргі заманғы қыздарды білмеймін, қалай болып жатқан. Қазір кәдімгідей көп нәрсе өзгерді ғой. Қазіргі жастар басқашалау, бірақ 30-дан жоғары қыздар әлі өзім сияқты деп ойлаймын. Сол бұрынғы тәрбие, бұрынғы тәртіп, жалпы бәрібірде біз ер адамды сыйлай аламыз. Және әдемі қазақтың қыздарын шынымен қазақтың ерлері өздері ақ сыйласа. Өйткені біз қандай болсақ та әдеміміз. Сіздер біздерге әдемісің, сұлуым, күнім, жаным деп таңертең оянғанда бетті сүйіп, жаңағы аяқты сүйіп дегендей, тамақ бере қойса, қолына дерт бермесін дегендей сондай комментариялар айтып, сосын жүр қыдыртуға сен шығара қояйын деп, жүр киноға барып келейік, жүр бірге қыдырайық, балаларды ата-әжесіне беріп кетейік, туыстарға бір жарты күнге беріп кетейік дегендей сондай айтса деп ойлаймын да. Сол кезде бәрі жақсы болады. Негізі менің ойымша біздің қазақтың ерлерінің кішкене сол эмоционалдық саналары кішкене төмендеу сияқты. Ондай істесе, ой, ер адам бір өзін төмен санап қалатындай. Әңгімелерін көп тыңдаймын ғой, сол кезде айтады, қош, әйелге үйте берсем басына шығып кетеді, сосын басынан түсіре алмай қаласың, сосын мені де анамды да тыңдамай қояды дегендей. Жалпы қарым-қатынастың психологиясын әлі біздің елде дамыту керек. Сол кезде қазақтың қыздары өз елдерінде қалады, бақытты болады, және басы бос ер адамдар азаяды, басы бос қыз-келіншектер азаяды. Келіншек дегені келіншек ол біреудің әйелі ғой, жалпы қыздар, әйелдер азаяды. Қазір комментарияда айтылуы мүмкін, ой, барлық немесе көп проблема осы әйелдерден деп өздерің естіп шошаңдап жүресіңдер, содан кейін бізді тыңдамайсыңдар дейтін шығар. Жалпы бізді қыздарды алдау, біздің көңілімізді табу өте оңай. Тырысу керек тек қана. Сіздер қырсықпаңыздар. Сол кезде өзіміз әдемі боламыз, сосын бізді спортзалдарға жіберіп тұру керек, тренировкаға жіберіп тұру керек. Жалпы психологиялық қысым болмау керек қой ешқандай. Бір-бірімізге деген тек қана әйелдерге емес, бірақ жалпы егер сен әйелге жақсылық жасасаң, сенің алдына Құдай еселеп бір бағыңды ашады, жолыңды ашады. Өйткені әйелдің ризашылығы ол өте үлкен энергияның бастамасы. Сол сен өз әйеліңе жақсылық жаса, көшедегі әйелдерге кішкене дөрекі сөйлемей жақсылық жасап жібер. Жұмысыңда да қай жерде жүрсең де әйелдерді сыйлап жүрсең. Әйелдерді сыйлау деген ол көңілдеріне тимейтін нәрсе жасамау, айтпау. Сол кезде бәрі жақсы болады. Сол әркім өз жұбын тауып тыныш отырса жалпы. Бірақ комплимент, комментарий әрине айтуға болады. Орынды, сыйластықпен. Сыйластық болса бәрі болады. Сол достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Келісесіздер ме менің ойыммен?